Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Абайдың 1887 жылы жазған өлеңі. Ақын өлең өнеріне жоғары талап қояды, яғни айтуға жеңіл, жүрекке жылы тиетін, арасында артық сөзі жоқ, ұйқасы да, ырғағы да, буыны мен бунағы да бір-бірімен үйлесетін теп-тегі жұмыр болса ғана нағыз өлең болатынын айтады. Осылай сөздің асылы поэзияны биік бағалаумен бірге, оны төмендететін олқылықтарды да көрсетіп, шын жақсы өлеңді ердің ері данасы туғызады дейді. Шын жақсы өлең өзде даналықтың айғағы деп ой түйеді. Ел арасында мал үшін жоқтан қармап жүрген сөз қадірін кетірушілерді де сынға алады. Ақын өзі өмір сүрген ортадағы адамдардың бойындағы мақтаншақтық, дүние қоңыздық, арамдық пен мал жию, пайданы көздеген қулық сияқты мінездерін әшкерелейді. Ынсап, ұят, ар, намыс, сабыр, талап сияқты адами қасиеттерді сырып қойып, терең ой мен ғылым іздеудің орнына өтірік пен өсек іздейтіндігіне ашынады.